Бірде шәкірті ұстазына былай депті: сіз үнемі көңілді жүресіз, ешкімге ашуланбайсыз және ренжімейсіз дейді. Менің де сіз сияқты болғым келеді, сіз маған көмектесіңізші дейді шәкірті. Шәкіртінің өтінішіне келісім берген ұстазы картоп пен қалта әкелуін бұйырыпты. Егер біреуге ашуланып ызаланып ренжісең, бір картопты ал да соған ренжіткен адамның атын жазып қой дейді. Сол ақпа дейді шәкірті. Жоқ, сол қалтаны үнемі өзіңмен бірге алып жүруің керек дейді. Біреуге ренжіген сайын бір картоптан қосып отырасың. Шәкірті осыны айтқанда бірден келседі. Біраз уақыт өткен соң қалтасы картопқа толып, өзімен бірге алып жүру қиындап кетеді. Алғаш салған картоптары шіріп саси бастайды. Шыдамаған шәкірті ұстазына келіп былай дейді: ұстаз, мына қалта ауыр болып кетті, әрі шірігендерінің сасық иісінен шыдау мүмкін емес. Ашуланбаудың басқа жолын үйретесіз бе дейді. Мұны саған не үшін істеттім? Біреуге ренжіген сайын ішкі жан дүниеңде де осындай құбылыс болады. Жүрегің ауырлап, таза ниетің бұзылып, жаман ойларың саси бастайды дейді. Оны сен байқамауың мүмкін, бірақ ісің әдетке, әдетің мінезге айналады. Біреуге ренжімес бұрын, не біреуді ренжітпес бұрын, үнемі өзіңмен бірге артық жүк арқалап жүру керек пе? Керек емес пе? Өзің ойлан деп ұстазы жауап берген екен.